Онлайн сол бір кеңесіңіз қанша теңге тұрды? Төрт түрлі видео сабақтары бар. Енді ол жеңілдік деп біз... 10 мың ба? Ол приложенияда 10 мың. Жеңілдік күндерін күтеді адамдар 3,5 мың, 3 мың теңге. Окей, 3500. Қанша адам қатысты шамамен? Көп адам қатысты деген ақпарат бар. Көп адам қатысады, енді біз оны нақты балалар оның есебін шығарады ғой. Мүмкін 100 мың, может 200 мың. 100 мың, 200 мың? Мүмкін. 100 мың, иә? 100 мыңды қазір 3,5 мыңға көбейтсек, қанша болады? 35 миллион? Одан да көп тіпті. 350 миллион теңге. 10%-ны салыққа төледіңіз ба? Балалар барлығын жеке кәсіпкер ретінде төлеп отыр. Қанша салық төлейсіз? Бекарыс төлейді оны. Менің көмекшілерім... То есть сіз компанияның иесі бола отырып білмейсіз ба? Қанша салық төлейсіз? Компания емес қой, жеке кәсіпкерлік. Жеке кәсіпкерлік білемін. Менің атында жеке кәсіпкерлік жоқ. Ашық деректерде сіз өзіңіздің жеке компанияңызды 2010 жыл тіркегенсіз. Дәулет Мұқаевтың табысты тек соңғы жылдары ғана пайда таба бастағансыз. 2022 жылы жылдық қаржы табысыңыз 1 миллион теңге деп қана көрсетілген. 1 миллион 776 мың 54 теңге. Менде епі жоқ. Салық мөлшерін 61 мың теңге ғана төлегенсіз. 2021 жылы 15 мың салық төлегенсіз. 2020 жылы 4 мың теңге салық төледіңіз. Қалай сонда миллиондап табыс табасыз? Қанша салық төлейсіз?